Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оразаның 20-шы күні, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға кеспе көже және түрік халқының пиццасы, түрік пидесін жасаймыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Оған жылы суға, ашытқы, тұз, қант, сұйық май, ұнды қосып, жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Одан кейін кеспе көженің етін қайнатамыз. Ет қайнаған соң бетіне шыққан көбігін алып отырамыз. Бөлек табаға пиязын қуырамыз. Одан соң сәбізді ұсақтап турап салып, оны да қуырып аламыз. Жарты ас қасық томат пастасын қосамыз. Одан кейін картопты да 4 бұрышты етіп турап салғамыз. Ең соңында болгар бұрышын турап салып, оны да аздап қуырып, үстіне су құйып, 10 минуттай орташа отта қайнатамыз. Көжеміз қайнағанша пидені дайындаймыз. Қызанақ, пияз, болгар бұрышын барлығын блендерден езіп аламыз. Ақжелкет пен аскөкті қосып, тағы да езіп араластырып аламыз. Тартылған етпен қосып, араластырамыз. Тұз, паприка, қара бұрышты сеуіп араластырамыз. Осы тағамға қажетті заттардың құрамын, толық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне қалдырып қойдым. Әрі қарай қамырды екіге бөліп аламыз, 2 пиде жасайтын боламыз. Қамырды сопақша етіп жайып аламыз. Міне осылай етіп жайып болған соң ішіне салмасын саламыз. Дәл видеодағыдай етіп салып жан-жағын жауып шығамыз. Екі шетін бір-біріне жапсырып бекітеміз. Екіншісінде дәл осылай жасап шығамыз. Қамырдың шеттеріне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Міне пидеміз дайын болды. Жұмсақ болып пісіп шықты. Әрі қарай көженің етін турап саламыз. Содан соң жаңағы қуырған көкөністерде салып шығамыз. Дәміне қарай тұз және дәмдеуіштерін қосамыз. Содан соң дайын кеспені салдым. 10 минуттай баяу отта қайнатамыз. Міне кеспе көжеміз дайын. Міне ауызашарға дайындаған тағамыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Және каналға да тіркелуді ұмытпаңыздар.